Сәлем, әр видео жасаған сайын сіздерге сәлем айтып отырмын. Өйткені біз қарым-қатынаста болуымыз керек. Қазір мен сіздермен тікелей байланыста болмадым. Әрине бұл жерде сабақ өтіп болғаннан кейін ары қарай заказ берген кезде хабарда боламыз. Әрдайым егер де Алматыда болсаңыз, Алматыға келіп кезігіп тұрсаңыздар да болады. Ары қарай себесіп үлкен жұмыс жасауға кеңес алсаңыздар да болады. Бұл енді хит тауарлардың үшінші видеосы, яғни тағы да бір-екі кілттік сөздер бар. Ол кілттік сөздерді үйрену керек. Бағанта 1688-ге мысал келтірдім. Енді Taobao сайтына келейік. Өйткені не үшін дегенде, біздің мақсатымыз ақша табу. Қалай ақша табамыз? Біз магазинге болмаса дүкен ашып, базардан бутик ашып, ондай болса шығын өте көп болады және де уақыт ысырап болады. Ондай істің керегі жоқ. Қазіргі интернет дамыған заманда интернетпен жұмыс жасау керек. Соған байланысты біздің көрсетте онлайн бизнес. Жақсы, ары қарай онлайн бизнеске енді осы Taobao сайты өте жақсы көмектеседі. Мысалға INS дедік, Instagram. Инстаграмда хит болып жатқан кез келген саладағы, мысалы қарап отырсаңыздар, сумка деп жатыр, әйелдер киімі, әртүрлі Инстаграмға байланысты интернет магазиндер деп жатыр. Сондықтан бұл жерге мысалға тағы бір мысалдар көрейік. 1688-ден басқа мысалдар көрейік. Мысалы наушниктер. Яғни қазір кез келген әр адамның да бір наушник бар. Енді наушник жыл сайын хит болады, жыл сайын ауысып тұрады, сондықтан оның енді базары бар, ешқашан өтпейді деген әңгіме жоқ. Егер өтпесе, бұның өтетін сезон емес. Қарап отырсаңыздар, міне. Бағасы небәрі 27 йен. Бағасы өте арзан, ал әртүрлі новый. Бұл жерде енді INS наушник деп ізделді. Бұл жерге сіздерге айтатын, қарап отырсаңыздар, мынау Тмауда сатылады. Тмау сайт. Тмау дегеніміз Taobao'дың ішіндегі брендтерді, сапалы тауарларды іріктеп арнайы бір сайт жасаған сайт. Сондықтан бұл жерден тауар алғанда сапасы жақсы. Мына сайттан алған тауарларыңыз бәрі сапасы жақсы. Сондықтан сапасына алаңдамай ала берсеңіздер болады. Кез келген тауарды реклама жасасаңыз болады бұл жерде. Сапасы жақсы келеді, оған бұл сайт гарантия береді сіздерге. Тмау сайты. Қарасаңыздар, міне. Яғни көбінесе шетелге шығатын, шетелде хит болып жатқан тауардың бәрі осы Тмау сайтынан шығып жатыр. Қарасаңыздар, бәрі Тмау сайтынан шығып жатыр. Сапасы жақсы. Үштіктеп алдыра аласыздар. Бұл интернет, яғни розница үштіктеп сататын интернет магазин. Бұның сатқан кезде, яғни клиентке сіздер берген кезде әр қайсысын әдемі қораппен беріледі. Ал бұл бізге салған кезде әр үштігіне жақсы қораптап, әдемілеп жасап, бізге подаркасын жасап жібереді. Сондықтан сатуға ыңғайлы. Қолыңызға тигенде ұялмай сатасыз, бұл айтқанда. Ұялмай жақсы маржа қосып сатыңызға болады. Сіз де ризасыз, клиентіңіз де риза. Сондықтан арзан тауарға жүгінмей қойыңыздар. Арзан алғанда бір минут алғанда ақша төлегенде енді біраз ақша азғашладым ғой деп ойлап қуанып қалатын шығарсыз. Бірақ та енді ары қарай сол алған затыңызды пайдаланған кезде, қолданып істеткен кезде көңілсіз болып қаласыз. Яғни тауар сапасы дұрыс болмаса. Зато сіз егерде сапалы тауар алсаңыз, енді чуть-чуть біраз қымбат болуы мүмкін. Ішіңіз біраз ашуыңыз керек та ақшаға. Бірақ та енді ары қарай істеткен кезде, әр істеткен сайын өзіңіз жүрегіңізден қуанып, сол тауардан ләззат аласыз. Жақсы, ары қарай тағы да басқа салаларды көрейік. Taobao'да сіздерге айта кеттім, интернет магазинде өте пайдалы. Және де топ ашып, Instagram, және де
Telegram, WhatsApp топ ашқан кезде сатсаңыздар өте пайдалы. Тағы қандай саланы іздейік, яғни кез келген сала. Біз наушниктерді іздедік. Мысалы мен осы жерде тұрған кез келген мысалы әйелдердің қазір хит болып жатқан мына киімдер дейді да, көрейік қандай киімдер екен. Мысалы жазда хит болатын тауарлар міне. Өтінбе жақсы, сапалы, бағасы лайықты, арзан, сенімді завод, сенімді интернет магазиннен алынып отыр. 90 қарап отырсаңыздар, мен 9500 адам төлем жасалған. Еще бұның ішкі доставкасы көбінесе жоқ болады. Біздің складқа дейін тегін жеткізіп береді. Сондықтан осымен жұмыс жасаған өте пайдалы. Кез келген сала. Бұда алдына мысалы 2019 деп қосасыздар. 2019 жылын қосасыз. Іздейсіздер. Осы сияқты тауар өте көп. Айта берсек, хит тауарға байланысты видеоның өзін 1 сағат, 2 сағат сөйлеуге болады. Сондықтан мен тек қана сіздерге кірттік сөздердің кіретін жолын, есігін ашып берем, ары қарай өздеріңіз іздеп табасыздар. Біздің енді келесі кірттік сөзіміз паукан деген. Паукан дегеннің мағынасы хит деген сөз, яғни хит деген сөз былай айтқанда. Паукан деп жазатын болсаңыз, кез келген, яғни Амазонда, eBayда хит болып жатқан тауарларды осы жерден таба аласыз. Ол үшін жерге паукан деп жазасыздар. Ағылшынша мен жазайын, сіздер мұқият қараңыздар. Паукан деп. Ағылшынша жазғанда бізге қытайшасын шығарып отырады. Мысалы паукан. Паукан дегеннің арт жағына Amazon, паукан сатылымға ие деген мағынаны білдіреді. Ең хит болып жатқан, ең сатылымда ие болып жатқан, мысалы қандай тауар керек? Мысалы электроника тауарлар керек. Басқа шетелге шығарып жатқан. Қазір түтеміз мынаны өшіп тастайық. Яғни бұлай сатқан іздеген кезде, яғни Witch, басқа Американың, мысалы Америкаға сатылымда ие болып жатқан тауарлар өте көп. Бағалары арзан және де сапасы жақсы болады. Сондықтан бұлардың заказ бергенде қорықпай заказ берсеңіздер болады. Қарап отырсаңыздар, міне өздерің бізде көп деген көрмеген хит тауарлар жетеді. Қазақстанға келмеген миллиондаған хит тауарлар бар. Әкеп сата бересіз. Яғни мына қарап отырсаңыздар, мына сағаттар. Қазір бұл жақта 1/8, яғни 100 теңге, 200 теңгенің сағаты. Оттым деп жазып, тым болмағанда осыны әкеп сатыңыз. Арғай қарап отырсаңыздар, хит тауар өте көп. Әдемі. Міне. Бағасы арзан. Бұл енді көбінесе басқа мемлекеттерде, Еуропа жақта, Америка жақта, Орта Азия, Жапония жақтарда сатылып жатыр бұл. Сатылымға хит болып жатқан тауарлар. Енді бұндай тауар өте көп, оның бәрін көріп бола алмаймыз. Қарап отырсаңыздар, 4473 тауар шыққан осыған байланысты. Мысалы айттық, сіздерге паукан деп осындай кірттік сөз жазғаннан кейін арт жағына кез келген салаңызды жазсаңыз болады. Мысалға біз Амазонда хит болып жатқан ойыншықтарды көрейік, яғни. Әрине бұл жерде іріктеу жасауға болады. Қарап отырсаңыз 25851 түрлі тауар шықты. Тікелей Амазонмен байланыс жасатын заводтарды да тауып алсаңыздар болады, ешқандай қиындық жоқ. Мысалы мынандай тауарлар хит болып жатыр екен. Бүкіл әлемде сатылымға хит болып жатыр. Қарап отырсаңыздар, міне. Бағасы арзан 500 теңге. Мысалы, міне. Жазға байланысты мынандай тауарлар 5 юан екен. 5 юан дегеніміз 250 теңге арзан. Осындай ойыншықтар. Кез келген ойыншықтарды алып сатуларыңызға болады. Өйткені ойыншықта Қазақстанда қазір сұраныс бар. Еще ойыншықтың бағасы Қазақстанда қымбат.